Достар, сәлем, менің есімім Нұрыбаева Анель, мен төсек мәселесін шешетін сексолог-тренермін. Егер де сізде төсек қатынас мәселесі болса, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде менің инстаграм парақшама тіркеліңіз, мына жерде сілтемесі тұр астында, және сол жерде көптеген пайдалы ақпараттармен мен бөлісемін. Енді бүгін бізде өте қызық тақырып, әйелдерден осындай сұрақтар өте көп келеді. Бұл төстің үлкен болуы маңызды ма? Негізінен осындай сұрақтар өте көп келеді. Әрине, үлкен төс или кішкентай төстің маңыздылығы да сол жайында бүгін мен сіздерге айта кетейін. Итак, ең бірінші мен не айтам? Ең бірінші әрине бұл уже үйленген әйелдерге, тұрмыс құрған әйелдерге. Себебі кейбір әйелдер уже күйеуге шығады, бала туады, анау-мынау. И, в общем, кішкентай төсі болса, біртүрлі өзін сезінеді. Мен жерде ең бірінші айтатыным, сізді күйеуіңіз осылай ғып таңдады, осындай жаратылысыңызбен таңдады. Егер де керісінше, сізде керісінше өте үлкен болса, кейбір қыздар, или керісінше өте кішкентай болса, не болса да сіздің жаратылысыңыз сондай, және де үйленгенге дейін сіздің күйеуіңіз сізді көрді, және сізді осылай ғып таңдап, сізді жар ретінде үйленді сізге. Так что мына жерде енді ең бірінші, то есть егер де сіздің жаратылысыңыз осындай, денесі бар әйел, или керісінше кішкене арық әйел болсаңыз, бұл сіздің жаратылысыңыз. Вообще былай ғой, бір қыз, бір мысалға еркектерге де сондай байланысты. Кейбір адамдарға арық адамдар ұнайды, жігіттер қыздарға, қыздар жігіттерге. Біреулер ірі ұнайды, біреу прям толық ұнайды. То есть әркімге әрқалай. И бұлай адамдар бір-бірін табады. Солай ғой, солай. То есть мына жерде вкус, на вкус и цвет дегендей. Әркімде әрқалай. Сол үшін мына жерде қатты уайымдаудың керегі жоқ. Мына жерде үйленбеген қыздар, әлі тұрмыс құрмағанда, жігіттер, в общем, или қыздар в общем, әлі семья құрмаған жандарға айтатыным, дене қалпына уайымдаудың қажеті жоқ, себебі сіздің жаратылысыңыз, сіздің қандай екеніңізге өзіне жақын адам, сіз өзіңіз табасыз, сол бір-біріңізді табасыз. Ол вообще ешқандай, әрине мына жерде күтім жағынан, тамақ, спорт, ол енді бөлек тақырып, ол сіз әрине оны да қарастырасыз. Онсыз болмайды. Тут именно жаратылыс, Сіз өзіңіз, мен мысалы өзім ірімін, мен арық емеспін. Мен ешқашан арық бола алмаймын. Әрине мен прям вообще тамақ аз жеп, прям жаным қинап жүрсем арықтаймын. Но оның не керегі? Мен просто дұрыс спортпен шұғылданып, дұрыс тамақ жеп, өз қалпымды ұстау. Вот примерно солай. И вот так вот өзіңізге керекті адамды табасыз. Все, это ең бірінші, соны айтайын деп едім. Енді үлкен төстің маңыздылығы, қаншалықты маңызды ма? И вообще, еркектер мына жерде тоже өз пікіріңізбен бөлісіңізші, өте қызық, әйелдер оқиды. Мен байқағаным, әйелдер оқиды, бірақ пікір қалдырмайды. Еркектер өте белсенді, так что сізге қаншалықты, тоже мына жерде өзіңіз пікіріңізді қалдырыңыз. Байқағаным, ол тек әйелдерге или тек еркектерге байланысты емес, әркімге әрқалай, әркім адамға определенный бір бөліктер ұнайды, кейбір адамдарда өздері айтады, маған қолдар ұнайды, кейбір адамдар айтады, маған иықтар ұнайды, кейбір айтады, маған көтені, ягодица ұнайды, аяқтары біреулерге ұнайды, біреулерге төс ұнайды, То есть әркімде әрқалай. Әр адамда сондай бар, Біреулер қарайды, біреулерге общий қарайды, біреуге анаға ұнайды. Әйелдерде бөлек, еркектерде бөлек. То есть это нормально, То есть это нормально, и бұның еш нәрсесі жоқ. То есть сіздің жаратылысыңызда үлкен төс или кішкентай төс болса, допустим, кішкентай төс бар қыздарға айтатын еркектер, арнайы еркектер бар, кімге кішкентай төс ұнайды, олар осындай таңдайды, оларға бұл сексуально, олар соны ұнатады. Кейбір кезде, наоборот, бөксесі үлкен, сондай әйелдер ұнатады. И ол сондай әйелдерге қарайды, То есть осылай олар бір-бірін табады. То есть и әйелдерде, мысалы, біреулер пресс, или анаған қарайды, или қолдарына қарайды, или аяғына қарайды. То есть определенный бір заттары какой-то бір өзіне жақын, бір қызық, қызықты, сексуально көрінеді, сол үшін соған көп мән береді. То есть это абсолютная норма, и солай адам бір-бірін табады.
Так что тоже кімде қалай тоже міндетті түрде жазыңызшы. Қызық да вообще оқырман арасында қаншалықты осындай мәселе қызық. Енді үшінші мәселе, бұл көп әйелдер маған дайректке жазған, бұл босанған әйелдер, уже емізген әйелдер, себебі емізгеннен кейін, бұны бәріміз білеміз, әйелдің төсі, емшегі как бы салбырап кетеді. Это нормально, да? Бұл жаратылыс, әсіресе бірнеше бала туған әйелдің төсі разный болып қалады кейбір кезде, то есть формалары, всякие мемчиктер, приколдар бар, бірақ бұл шын бар нәрсе. Осындай әйелдер комплекс болып қалады. Ол іште бар, іш это бөлек тақырып, бүгін төс ретінде, да, төсті айтайық. Қандай не істей аламын деп, во-первых, комплекс, да, пайда болады. Вообще комплекс ретінде қыздар любой жаратылыс бізде босанғаннан кейін іш салбырау, вот эти шрамдар, растяжкалар пайда болады. Всякие, в общем, біздің денеміздегі өзгерістер әсіресе жүкті болғанда, босанғаннан кейін, это норма. Оны бір комплекс ретінде қарастырмаңыз. Это наоборот, менің жеке пікірім, көбі соны қолдайсыз деп ойлаймын, бұны как наоборот, сіздің бір жетістігіңіз, да, сіздің денеңіз сондай нәрсе уже бала туды, емізді қаншама нәрсе жасады, сол құндылық, соның құндылығын қабылдау. Керісінше, да, мен қандаймын да, менің денем қандай, осындай да болды, осындай бала мен тудым, да, еще бірнеше бала тудым, еміздім, анам, бұл бәрі сіздің құндылығың. Сол мәселеге басқашалай қараңыз, да? Наоборот, плюс ретінде өзіңізді жақсы көру, өзіңізді құрметтеу деген осындайдан басталады. Енді әрекет жасау, әрине, өзім әйел болған соң, әрине кейбір нәрселер өзімізде жақсартқымыз келеді. Күтім жасап, да? Кстати, емшектерге тоже көптеген кремдер бар, да, тонусқа келтіретін. Бірақ мына жерде бір нәрсе, қыздар. Егер де сіз босанғаннан соң, емізгеннен сіздің емшегіңіз салбырап кетсе, сіз оны тек креммен, тек упражнениямен қалпына келтіре алмайсыз. Ол енді қазіргі таңда, қазір 22-ші жыл осындай нәрсе, да. Мүмкін болашақта жаңадан бірдеме шығарады мүмкін, да. Қазірше ең көп тараған түрі бұл операция, да. Операция, менде вроде видео бар, мен емшекті төсті үлкейту жайында вроде бар менде, да. Но айта кетейін қайттан, ата уже 130 бірнеше уже видео менде, мен уже шатастырдым, қандай тақырыпта мен не айттым, да. Но соны тақырыпты мен айтқанмын, негізінен өз қалпына келтіруге болады, да. В целом әйел адамның өзі төсі жақсы, как бы жасы дегенде андай салбыраған емес, бүйтіп тұрады ғой, әйелде енді жастық кезінде бүйтіп әдемілеп тұрады ғой. Потом она уже жас өте келе, бала емізгенде уже бүйтіп кішкене салбырап қалады. И вот қайттан өз орнына қою, бұл рұқсат, да, как бы болады. Мен білетінім. Так что көп әйелдер сондайға жүгінеді, қазіргі бұл енді операция, да, бұл операция енді там түрлері бар вроде, онымен емізе алады. То есть қазіргі таңда медицина дамыған, и вроде ешқандай кері әсері жоқ сияқты. Вроде мен әлі осы нарықты зерттемедім, бірақ ондай бар, оны көбісі сондайға жүгінетінін білемін, да. Так что сондайды қарастырыңыз, егер де прям қатты сізде комплекс болса, соншалықты қатты өзгерткіңіз келсе, я думаю, ешқандай проблема жоқ, да. А егер де, в принципе, все нормально, но сіздің жаратылысыңыз осындай, сіздің төсіңіз или слишком үлкен, или слишком кішкентай, оны қабылдаған жөні, бұл өзіңізге деген махаббатыңыз. Все, осы видео сізге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк қойып қойыңыз мына жерге, менің парақшама тіркеліңіз, колокольчикті басыңыз, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін, да, сол колокольчиктен жаңа видеолар бүйтіп шығады. И міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Рахмет, сау болыңыз.